Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақ жалғастырамыз әрі қарай. Білмейтіндеріміз үйренсін, ал білетіндер тағы да еске түсірсін. Бүгінгі қайталайтын тақырыбымыз атомның құрылысы, резерфорд тәжірибесі. Атомның құрылысы туралы модельдердің даму тарихына тоқталсақ, атом туралы ең ежелгі идеяны ұсынған бұдан 2500 жыл бұрын Демокрит ұсынды. Ол атом дегеніміз заттар құралатын, одан әрі бөлінбейтін бөлшек деді. Одан кейін атомның құрылысы туралы Томсон деген ғалым беріректе өзінің моделін ұсынды. Оның моделі бойынша атом ішіне жүзім салып пісірілген кекске ұқсас дейді, мына суреттегідей. Мына кекстің наны дегеніміз атомның тұтас өзі, ал электрондар атомның ішінде мына мейіз сияқты тарап бөлініп орналасқан деді Томсонның моделі. Одан кейін үшінші модель болды. Ол атомның планетарлық моделі деп аталады. Күн жүйесіндегі планеталарға ұқсас, центрінде ядро тұрады дейді атомның. Оны айнала, күнді айнала қозғалған планеталар сияқты электрондар айналып қозғалып жүреді дейді. Бұл 20 ғасырдың басында ұсынылған, резерфорд ұсынған модель атомның планетарлық моделі. Енді осы атомның планетарлық моделі туралы, атомның құрылысы туралы қорытындыға келген резерфордтың 1911 жылы қойған тәжірибесіне тоқталайық. Бұл физикадағы тарихи тәжірибелердің бірі болып есептелінеді. Резерфорд тәжірибесі. Яғни резерфорд тәжірибесінің мақсаты ұбт сұрақтарында кездеседі. Резерфорд тәжірибесінің мақсаты не, ол қандай нәтижеге жетті деген сияқты сұрақтар болады. Яғни резерфорд тәжірибесінің мақсаты атомның құрылысын анықтауға арналған тәжірибе болып табылады. Енді тәжірибенің мына схемасында сұрайтын кездер болады. Неге олай, неге бұлай деген сияқты. Сондықтан схемаға да тоқталайық. Резерфордтың тәжірибесінде мынандай радиоактивті зат салынған контейнер. Ішінде радиоактивті зат, одан әлпі бөлшектер ұшып шығады. Ол оң зарядталған бөлшектер. Сол әлпі бөлшектерді мына Ф деген әріппен белгіленген сары түспен көрсетілген алтыннан жасалған фольгадан өткізеді. Именно алтыннан жасалған, неге алтыннан жасалған деп те сұрайды. Ол өте жұқа, ол фольга деген жұқа нәрсе болады, өте жұқа. Алтыннан жасалуының себебі алтынның беріктілігі жоғары, мықты, мына әлпі бөлшектердің атқылауына шыдайды, жыртылып бөлініп қалмайды. Сондықтан фольганы таңдаған, алтыннан жасалған фольганы таңдаған. Егер алюминийді қойса, онда алюминий әлпі бөлшектердің соққысына шыдамай бүлінген болар еді. Алтын фольга бүлінбейді. Енді фольгадан өтіп әлпі бөлшектердің көп бөлігі мына тұрған экран, қоршай орналасқан экран, ол сцинтилляциялық экран деп аталады. Мынаған келіп, экранға келіп әлпі бөлшек соқтығысқанда экран жарқыл шығарады, вспышка шығарады. Сол жарқылды мына жерде микроскоппенен жаңағы тәжірибені қоюшы лаборант қарап отырады, бақылап, қалай ауытпаған әлпі бөлшектерін. Сонда көп бөлігі неден өтіп кеткен, фольгадан өтіп кеткен, жайылған. Біраз бөлігі үлкенірек ұштарға ауытқиды, мынандай мінекей. Енді өте азғантай бөлігі фольгадан кебіліп кейін қайтады. Кейін қайтатын бөлшектердің саны өте аз болған. Міне осы тәжірибенің нәтижесіне сүйеніп резерфорд мынадай қорытынды жасайды. Әлпі бөлшектердің көпшілігі фольга арқылы өтіп кетуінің себебі атомдардың көп бөлігі бос кеңістік деп тұжырымдайды.
Бөлшектердің біразы фольгадан кері үлкен бұрышқа ауытқыған немесе өте аз бөлшектер кері қайтқан дегеннің қорытындысы атом ядросы оның өлшемімен салыстырғанда өте кішкентай, атоммен салыстырғанда ядро және онда массаның көп бөлігі шоғырланған, сондай-ақ ядро оң зарядты. Оң зарядты ядроға жақындап барған оң зарядталған әлгі бөлшек ең жақын қашықтыққа барғандар ғана одан тебіліп кейін қайтады деп қорытынды жасады. Сөйтіп, Резерфордтың моделі бойынша атомның құрылысы туралы мынандай қорытындыларды жариялады. Оң заряд атомның центрінде шоғырланған және атомның массасы түгелдей дерлік оның центріндегі ядрода шоғырланған. Атом ядросының көлемі өте аз, сондықтан атомның көп бөлігі бос кеңістік. Теріс зарядты электрон ядроның айналасында қозғалғандықтан ол ядроға құлап кетпейді дейді. Яғни теріс зарядталған электрондар оң зарядталған ядроны өте алыс қашықтықта қозғалып жүреді. Сөйтіп, атомның Резерфорд ұсынған планетарлық моделі мынандай. Мынау ядро центрінде айнала электрондар өз орбиталарымен біраз қашықтықта, алыс қашықтықта айналып қозғалып жүреді. Мына суретті сіздер тоже көп жерлерден кездестіресіздер. Атомның құрылысының қандай екенін білдік. Енді атомның ішіне кіреміз. Ядроның құрамында не бар? Яғни атомның құрылысы бізге сонау Демокрит дәлелдеген, 20 ғасырдың басына дейін, 1911 жылға дейін атом деген заттың ең кішкентай бөлшегі, одан әрі бөлінбейтін бөлшегі деп келген түсінік бұзылды. Енді ядро атом бөлінбейтін бөлшек емес, атом тағы да екі бөлшектен, ядродан және электрондардан тұрады деп Резерфорд өз тәжірибесі арқылы дәлелдеді. Енді әрі қарай атомның ішіне тереңдеп еніп, енді ядроның ішінде не бар, соны білгіміз келді. Сөйтіп, ол да анықталды. Сөйтсе, ядроның өзі екі бөлшектен тұрады екен, протондар және нейтрондар деп аталатын екі бөлшектен тұрады. Бұны элементар бөлшектер деп атайды. Мына суретте протондар қызыл түспен белгіленген, оң зарядталған дейді. Нейтрондар жасыл түспен берілген, оның заряды жоқ, нейтраль деген сөзден шыққан. Протонның заряды оң, ол электронның зарядына тең, яғни бірлік элементар зарядқа тең деген сөз. Ал нейтрондардың заряды жоқ, бірақ массалар протондардың массасына шамамен тең, өте жақын. Мына суретке қарасаңдар, ядрода 4 протон тұр, 5 нейтрон тұр, айналасында 4 электрон айналып жүр, 5 электрон емес. Демек, ядрода неше протон болатын болса, оның сыртында сонша электрон айналып жүреді. Сондықтан қалыпты жағдайда атом электр бейтарап, заряды жоқ. 4 электронның оң заряды, 4 электронның теріс заряды, 4 протонның оң зарядыменен қосылған кезде бірін-бірі жойып, нөлге айналып, атом зарядсыз бейтарап бөлшекке шыға келеді. Енді атом ядросына құрамын анықтау үшін біз қандай ережеге, қандай формулаға сүйенеміз десек. Жаңа айттық, міне протон, нейтрон, ядродағы протондар мен нейтрондар ядрода осылай орналасады дейді. Ядроның радиусы шамамен 10-ның минус 15 дәрежесіндегі метр, өте кішкентай. Ядродағы протондар мен нейтрондарды қосып, екеуін бірге, бір сөзбен нуклондар деп атайды кейде. Енді ядроны мынандай символменен белгілейді. X, я болмаса Y, жоғарғы шекесінде A деген әріп, төменгі шекесінде Z деген әріп тұрады.
Мынау А деген әріп бұл химияда атомдық масса, химияның периодтық системада, Менделеевтің периодтық системасында әрбір элементтің астында тұрған атомдық массасы. Біз физикада оны массалық сан деп атаймыз, А әрпімен белгілейміз. Z дегенді біз физикада заряд сан немесе заряд сан деп атаймыз. Немесе бұл біздегі протондардың саны, яғни протондардың саны нешеу болса, оның заряды да сол протондар саны арқылы анықталады деген сөз. Бұл химияда заттың периодтық системада элементтің реттік нөмірін береді. Так, міне мысалы мынау ядролардың белгіленуі, мынау сутегінің белгіленуі 1/1, яғни массалық саны 1-ге тең, зарядтық саны 1-ге тең. Мынау гелий екінші орында тұр, яғни зарядтық саны 2, массалық саны 4. Уран 92-ші орында тұр, зарядтық саны 92, массалық саны 235. Так, жалпы сан А деп белгілесек, А тең болады Z қосылған N болады. N деген нейтрондардың саны, Z протондардың санын белгілейміз. Ядродағы нейтрондардың санын анықтау үшін массалық санынан протондардың санын Z-ті алып тастаймыз. Мінекей ядроның символы бізге нуклондардың санын және протондардың санын береді. Жоғарыдағы саннан, нуклондардың санынан протондардың санын алып тастасақ, бізге нейтрондардың саны шығады. Осы арқылы біз кез келген элементтің ядросын, құрамын анықтап бере аламыз. Міне атом ядросының құрамы мынандай. Так, толық түрде жазылып тұр. Мына жерде ядроға кіретін протон менен нейтрондардың белгілену символдары көрсетілген. Протон 1/1, немесе бұл сутегі атомның ядросы. Сутегінің ядросында бір ғана протон бар, нейтрон жоқ. Сонда сутегі атомның ядросын кейде протон деп те атайды. Болмаса протонды П 1/1 деп белгілейді. Нейтронды 0/1, массасы бар, заряды жоқ деген сөз. Осылай белгіленеді. Бұл белгіленуді де жаттап алуымыз керек. Өйткені алдағы ядролық реакциялар жазу кезінде бұл символдар бізге өте қажет. Енді ядроның массасы мен зарядын қалай анықтаймыз? Ядроның массасы ядродағы протондардың және нейтрондардың массасы арқылы анықталады. Протонның массасы килограмммен килограмммен мынандай, нейтронның массасы мынандай. Екеуінде де 1,67, әр жағындағы сандар ғана. Мына айырмашылық бар. Жоқтау алған массалар бірдей. Оның -27 дәрежесі килограмм. Ал электронның массасы 19 көбейтілген оның -31 дәрежесі еді. Яғни протон мен нейтрон электрондарға қарағанда ауыр бөлшектер болып есептелінеді. Сондықтан атомның массасы негізінен ядроның массасынан тұрады. Ядроның массасын табу үшін ядродағы протондардың санына протондардың массын көбейтеміз, нейтрондардың санына нейтрондардың массын көбейтіп қоссақ, онда бізде ядроның массасы шығады екен. Енді ядроның зарядын анықтау үшін ядроның заряды мына жерде Я деуге болады. Оны электронның зарядын зарядтық санға көбейтеміз, яғни протондардың санына көбейтеміз. Өйткені протонның заряды электронның зарядына тең. Соны протондардың санына көбейтсек, ядроның заряды шығады. Сөйтіп, ядроның массасы мен зарядын біз осылай анықтай алады екенбіз. Енді ядролық физикада изотоптар деп аталатын дүние бар. Изотоптар деген ұғым бар. Бұл изотоптар деген бір-бірінен тек ядросындағы нейтрондардың саны менен ажыратылатын немесе нуклондардың саны түрліше болатын элементтердің ядроларын изотоптар деп атайды. Изо деген бірдей деген сөз, топос деген орын деген сөз. Яғни міне төмендегі сандары бірдей, яғни ол бірдей орында тұрады. Бірақ ядросындағы нейтрондардың саны түрліше, немесе нуклондары түрліше, немесе массалық сандары түрліше деп бірнеше анықтамалар бере беруге болады изотоптарға. Мынау 1/1 деген мына протий дейді, протон сутегінің изотопы. Мынау дейтерий деп аталады.
Мына жерде ядросында 1 протон, 1 нейтрон бар. Яғни 2 нуклоны бар деген сөз. Мына жерде 3 нуклон бар. Значит, 1 протон, 2 нейтрон бар. Бұл тритий деп аталады. Изотоптар табиғатта мына сутегі бар, мына изотоптары бұлар жасанды жолменен ядролық реакциялардың кезінде алынады. Мына сутегінің изотоптары болса, мынау уранның изотоптары 238, 235, 234 дейді. Табиғатта химиялық элементтер шамамен 100 болатын болса, табиғатта бар, табиғатта жоқтары да бар. 100 болатын болса, онда олардың изотоптары 2000-нан артық. Яғни қанша бәленбай есе 20 есе көп. Яғни әрбір элементтің, мысалы уранның 3 изотопы, сутегінің 3 изотопы болса, басқа элементтердің де осындай 2-ден 3-ден изотоптары бар. Енді изотоптардан басқа изобаралар деген бар. Изобаралар дегеніміз керісінше мына массалық сандары бірдей, ал төмендегі сандары, зарядтық сандары түрліше болатын. Мынау аргонның изотопы, мынау кальцийдің изотопы, бұлар жаңағы массалық сандары бірдей, бұлар изобаралар деп аталады. Массалық сандары бірдей, зарядтық сандары әртүрлі. Изобаралар деп аталады. Осындай да бар. Енді ары қарай ядрода протондар және нейтрондар бар, ал оларды бір-бірімен байланыстырып ұстап тұрған қандай күш? Бұл электрлік әсерлесу күші бола алмайды. Өйткені нейтронның заряды жоқ, гравитациялық әсер күші бұл әлсіз. Бұлардың массалары өте азғантай, арақашықтықтары өте жақын, бұл да әлсіз. Сондықтан ядродағы протондар мен нейтрондарды байланыстырып тұратын күштерді ядролық күштер деп атайды. Ядролық күштердің табиғаты әлі күнге дейін белгісіз. Ол қандай күштер екендігін біз айта алмаймыз. Бірақ ядролық күштердің мынандай қасиеттері тағайындалған. Ядролық күштер қысқа әрекетті күштер, яғни тек мына ядроның ішінде, жаңағы 10-15 дәрежесіндегі метр кеңістікте ғана әсер ететін күштер. Сондықтан оларды қысқа қолды алып деп атайды. Қысқа қолды алып, гигант, қысқа қолды гигант деп атайды. Яғни бұл әсерлесу өте күшті әсерлесуге жатады. Ядролық күштер зарядтарға тәуелсіз, яғни зарядқа байланысты емес. Протон мен протонның арасында, нейтрон мен нейтронның арасында, нейтрон мен протонның арасында да әсер ете береді. Яғни бір-бірімен әсерлесіп, бір-бірін ұстап тұрады деген сөз. Ядролық күштер танытқан күштер дейді, танытқыш күштер дейді, ол нағыл деген сөз. Бұл ядролық күштер көрші тұрған екі бөлшек қана бір-бірімен әсерлеседі. Одан әрі тұрған, сәл әрірек тұрған бөлшектер бір-бірімен әсерлеспейді. Сондықтан бұны танытқыш күштер деп атайды. Ядролық күштер табиғаттағы ең күшті әсерлесуге жатады. Табиғатта әсерлесудің 4 түрі бар. Гравитациялық әсерлесу, екінші электромагниттік әсерлесу, зарядталған денелердің арасындағы, үшіншісі ядролық әсерлесу, төртіншісі әлсіз әсерлесу. Әлсіз әсерлесу элементар бөлшектердің арасында болатын әсерлесу. Енді тағы бір ескеретін нәрсе, ядролық физикада арнайы өлшем бірліктер енгізіледі КБЖ-дан басқа. Оның бірі ұзындық ретінде фемтометр алынады, 10-15 дәрежесіндегі метр. Бұл зарядтың, то есть ядроның өлшемі, размері, ал массаның бірлігі ретінде массаның атомдық бірлігі деген өлшем қолданылады. Ол мынаған тең. Мынанша килограмм массаның атомдық бірлігі. Ол есептелінеді. Ядролық физикада есептеулер жүргізген кезінде массаның бірлігі ретінде біз осы өлшем бірлікті аламыз. Мына килограмменен алмаймыз. Өйткені өте кішкентай, бір массаның атом бірлігі деп аламыз. Ол мынанша килограммға тең. Сосын жаңағы бөлшектің массасын осыменен салыстырамыз. Одан үлкен бе, кіші. Бір кіші болса 0,8, үлкен болса 1,2 массаның атомдық бірлігі деп ала береміз. Енді ядроның массасынан басқа массалар ақауы деген тағы бір шама бар. Дельта М дейді, массалар ақауы деген. Ол мына ядродағы
протондар менен нейтрондардын массаларын косуп, одан ядронун массын алып тастагандагы чыккан айырманы айтабыз. Яғни мына ядродагы протондар менен нейтрондардын массаларынын косундусу ядронун массасынан көп болуп чыгат экен, артык болуп чыгат экен. Сону азайткан кезде мындай айырма чыгат, ону массалар акабы деп атайт. Ол массалар акабы эмнеге керек? Массалар акабы ядронун байланыш энергиясын эсептөө үчүн керек. Байланыш энергиясын эсептөө үчүн массалар акабын жарык жылдамдыгынын квадратына көбөйтөбүз. Эйнштейн формуласы боюнча. Мынаны массалар акабын жаңы формула боюнча жазып жатсак, мынандай болуп чыгат. Енді ядролық физиканың өзіне тән өлшем бірлігі бойынша мына с квадрат деген жарық жылдамдық квадрат, метр квадрат секунд квадрат дегенді мына жердегі массалар акабының массының атомдық бірлігіне көбейте отырып түрленген кезде мына жерде 931,5 мегаэлектронвольт шығады. Сондықтан ядроның байланыс энергиясын есептеген кезде массалар акабын есептейді да, оны с квадратқа 9,10,16 дәрежесіне емес 931,5 мегаэлектронвольтқа көбейтіп шығарады екен. Енді ядроның байланыс энергиясын есептеп шығаруға ұбт-ның тапсырмаларында ондай тапсырмалар берілмейді, өйткені есептеулер өте ұзақ, көп уақыт алады. Сандарда жаңағы есептеуге қиындық туғызатын сандар, мінекей нейтронның, протонның массалары. Сондықтан есептеуге есептер көбіне берілмейді, бірақ жаңағы массалар акабының формуласы, байланыс энергиясының формуласын құрайды. Сондықтан мына формуланы білген дұрыс, байланыс энергиясын. Енді байланыс энергиясы дегеніміз не дейді? Ол атом ядросын түгелімен жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет болатын энергия. Ядроны бұзып, талқандап бұзып, жеке нуклондарға ыдыратып жіберу үшін қанша энергия керек, соны ядроның байланыс энергиясы деп атаймыз. Немесе керісінше, жеке нуклондардан ядро түзілген кезде бөлініп шығатын энергияны ядроның байланыс энергиясы деп атаймыз. Бұл анықтаманы да міндетті түрде сұрайды, байланыс энергиясының анықтамасын. Мына байланыс энергиясын есептеудің бір мысалы көрсетілген, мысалы алюминийдің байланыс энергиясы қалай есептегенін қарап алыңдар. Кейін бұл эфир дейміз бе, бұл бейне сабақтың жазбасы сіздерде жаңа классрумда сақталады, сондықтан қайтадан қайталап қарауларыңызға болады, егер бір қайып случайно келіп қалып жатса. Байланыс энергиясы қалай есептегенді әуелі жаңағы массалар акабының формуласын жазды, бәрінің орнына 13, Z-нің орнына 13, N-нің орнына 14 анықтап алып, сосын массының атомдық бірлігіне көбейтіп, жаңағы нейтронның массасы, массының атомдық бірлігімен алынған протонның массасы, нейтронның массасына көбейтіп, ядроның массын азайтып, мынаған көбейтіп, есептеп шығарған. Осылай есептеп шығарасыздар байланыс энергиясын. Енді меншікті байланыс энергиясы деп аталатын тағы бір ұғым бар. Ол меншікті байланыс энергиясы, ядроның байланыс энергиясы нуклондардың санына немесе массалық санға қатынасы, немесе бір нуклонға келетін энергия. Яғни бір нуклон, бір протон менен бір нейтрон бір-біріменен қандай энергияменен байланысып тұр деген сөз, меншікті байланыс энергиясы. Оны табуға арналған есептерде бар. Мысалы, мына ядроның байланыс энергиясы мынандай, меншікті байланыс энергиясын тап десе, жаңа байланыс энергиясын массалық санға бөліп есептеп шығарасыздар. Осымен сабақтың теориялық бөлімі аяқталды. Практикалық бөлімге өтеміз. Карандашты аламыз. Ручканы аламыз, жазайық. Енді бұнда көп есептер жоқ, негізінен теориялық сұрақтар, сондықтан теориялық сұрақтарға жауап береміз бұл тақырыпта. Атом ядросы дегеніміз не дейді?
Нейтрондар айналасындағы бұлт дейді. Протондар мен нейтрондардың жиынтығы тек протондардың жиынтығы, электрондар мен протондардың жиынтығы. Ядроны сұрап жатыр. Электрон деген ядрода жоқ, бұл сыртында айналып жүр. Сондықтан бұл дұрыс жауап. Протондар мен нейтрондардың жиынтығы. Ядро протондар мен нейтрондардан тұрады. Қай бөлшек оң зарядты дейді. Нейтронда заряд жоқ, 0. Электронның заряды теріс. Электрон бит белгілейді. -1 де 0 дейді. Нейтронды 0, 1 дейді. Заряды жоқ, төмендегі зарядты білдіреді. Протон оң зарядты. Протонды қалай белгілейді? Протон 1 де 1 дейді. Оң зарядты бөлшек ядродағы протон. Фотон деген ол жарықтың бөлшегі. Жарық бөлшегі. Ол туралы айтамыз. Жарықтың бөлшегін жарық тасымалдайтын, өзімен бірге жарықтың энергиясын тасымалдайтын бөлшекті фотон деп атайды. Фотонның тыныштық массасы жоқ. Ол дүниеге келген бойда жарық жылдамдығымен қозғалады да, оның жаңағы релятивистік массасы бар. Тыныштық массасы жоқ. Изотоптар дегеніміз не дейді? Нейтрондар саны бірдей, протондар саны әртүрлі дейді. Бұл дұрыс емес. Протондар саны бірдей, бірақ нейтрондар саны әртүрлі. Атомдарды изотоптар деп атаймыз. Электрондар мен протондардың саны бірдей, ол барлық атомдарда бірдей болады. Нейтронның заряды неге тең дейді? Нейтронның заряды 0-ге тең. Нейтрон деген сөз бейтарап, нейтраль деген сөз. Атом ядросы массалық саны дегеніміз ол не? Протондардың саны емес, нейтрондардың саны емес, ядродағы протондар мен нейтрондардың санының қосындысын біз не деп атайтын едік? Нуклон деп атаймыз, айырмасы емес. Ядродағы протондар мен нейтрондарды қандай әрекеттесу ұштап тұрады? Күшті әрекеттесу немесе ядролық күштер. Жаңа айтып едім, 4 әсерлесу бар: электромагниттік, гравитациялық, әлсіз деп. 4-інде мына жерге жазып қойыпты. Ядроның байланыс энергиясы. Міне біріншіде тұр: ядроны жеке нуклондарға бөлу үшін қажетті энергия. А нұсқасы. Ядроның бөлінуі кезіндегі энергия тағы дұрыс емес. Енді мынаны көміртек атомның ядросында неше протон, неше нейтрон бар екендігін анықта дейді. Міне 6, 12. Z нешеге тең? 6-ға тең. Массалық сан немесе нуклондардың саны 12-ге тең. Ал бізде нуклондардың саны Z пенен нейтрондардың санының қосындысына тең дегенбіз. Онда нейтрондардың саны А азайту Z болады. 12 алу 6 тең болады 6. Значит, ядрода 6 протон бар, 6 нейтрон бар. Ол жауап мына жерде тұр. Не осылай кез келген ядроның құрамын, ондағы протондар мен нейтрондардың санын осылай анықтаймыз. Байланыс энергиясын есептеу үшін қандай формула қолданылады дейді. Жаңа байланыс энергиясын есептеудің формуласы. Мынау дұрыс емес. Міне ортасында қосу тұр. Мынау кілең азайту тұр. Мына жерде кілең азайту тұр. Мынадан негізі бүйтіп жазған. Квадрат. Мынау дұрыс формула. Протондар менен нейтрондардың массаларының қосындысынан ядроның массасын алып тастап, дефект массаны табамыз. Немесе кейде ол былай да жазылуы мүмкін. Дефект массасы дельта М көбейтілген С квадрат деп те жазылуы мүмкін. Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз бір электронға келетін энергия дейді. Электронның қатысы жоқ.
Bir нуклонға келетін байланыс энергиясы. Міне осы меншікті деген сөз. Ядроның жалпы энергиясы бір протонға келетін энергия дейді. Біз жаңа меншікті байланыс энергиясын нуклондарға қатысты айттық. Әсер ету ядросы шамаменен оның минус 15 дәрежесі метр, немесе ол 1 фемтометр. Ядролық күштердің әсер ету радиусы қандай десе, 1 фемтометр деп берсе де дұрыс болады. Жауаптар нұсқасында мынандай 10-15 дәрежесі емес, 1 фемтометр деп берілсе де дұрыс жауап сол болады. Ядролық күштер туралы келесі мәлімдемелердің қайсысы дұрыс дейді. Ядролық күштер тек протондардың арасында әрекет етеді деп айтқан жоқпыз. Протондар мен нейтрондардың тебілу күштері деп айтқан жоқпыз. Тебілу, тартылу деп айтқан жоқпыз. Ядролық күштер электромагнит күштерден әлсіз деген дұрыс емес. Ол күшті, ең күшті әсерлес. Сонда қалған жауап ядролық күштер қанығу қасиетіне ие, яғни бір-бірімен көрші тұрған екі бөлшек қана бір-бірімен әсерлеседі. Енді келесі сұрақ бар ма? Жоқ екен, біткен екен. Онда біз сабақты да аяқтаймыз.